Құрметті әріптестер, әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі аясында және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық көмек көрсетудің бизнес процестерін түсіндіруді жалғастыруда. Біз медициналық қауымдастықты қолдау инфо ақпараттық алаңында ашық сұхбатқа белсенді қатысуға шақырамыз. Сіздердің назарларыңызға емдеу және диагноз қою себебіне байланысты тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруда пакеттің анықтау алгоритмі. Тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакетін анықтау алгоритмі емдеу себебіне және диагнозға байланысты. Медициналық қызметтер тегін медициналық көмектің кепілді берілген көлемі аясында келесі себептер бойынша көрсетіледі. Аурудың тобы, әлеуметтік мәні бар аурулардың және айналадағылар үшін қауіп төндіретін аурулар, ауру себебіне байланысты қашықтықтан кеңес беру, актив, жарақат тобы, жедел жарақат, алдын алу тобы, иммундық профилактика, скрининг, бірінші кезең, медициналық санитарлық алғашқы көмек мамандары, патронаж, тізілімге сәйкес созылмалы ауруларды динамикалық бақылау, медициналық және әлеуметтік қызметтер тобы, медициналық және әлеуметтік қолдау, психологиялық қолдау, әкімшілік, медициналық және әлеуметтік сараптамаға құжаттарды рәсімдеу, рецепттерді жазып беру. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер келесі себептер бойынша көрсетіледі. Топтық ауру, тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі тізімінен басқа аурулар, әлеуметтік медицина маңызды ауруға күдіктену, стоматологиялық көмек, жарақат тобы, жарақаттың салдары, алдын алу тобы, профилактикалық ем алу мақсатында жүгіну, скрининг, екінші мамандандырылған кезең, босануға дейінгі бақылау кезеңіндегі қабылдау, босанғаннан кейінгі бақылау кезеңіндегі қабылдау, салауатты өмір салты бойынша іс-шаралар, стоматологиялық қызметтер. Динамикалық бақылау тобы, медициналық санитарлық алғашқы көмек деңгейінде динамикалық бақылауға жататын, 25 топқа жататын және стационарды алмастыратын көмекті қоспағанда аурулар тізіміне сәйкес бейінді мамандардың бақылауы. Төменде АХЖ-10 бойынша ауру коды және жүгіну себебін тегін медициналық көмектің кепілдендірілген көлемі және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру пакеттермен сәйкестендіру бойынша егжей-тегжейлі мысал келтірілген. Біздің каналға тіркеліп, ұсынылған ақпаратты бағалаңыз. Ұсыныстар мен сұрақтар қалдырыңыздар.